Домбыра қазақтың 14 ғасырдан бері ноғайлар мен қазақтардың және қаңлылардың ұлттық аспабы болып есептеледі. Ол 14 ғасырда кездескен екі шекті аспапқа өте ұқсас. Олардың заты да өте ұқсайды. Сондықтан да оны біздің ертеден келе жатқан ұлттық аспабымыз деп есептейміз. Өзбектерде домбыра ұқсайтын дутаты деген аспап бар. Домбыра туралы аңыздар өте көп, қалай шыққанына байланысты. Оның біреуі, айта келсек, баяғыда ертеде хан болыпты. Оның баласын жылқылар басып өлтіргеннен кейін ол айтады, баласы көп күн болмағандықтан ол маған кім жаман хабар әкелсе, оған аузына қорғасын құям дейді. Бірақ та ешкім айта алмады оның баласы қайтыс болғанын. Сол кезде бір күйші келіп айтады оны. Домбырасымен күй тартқан кезде ол барлығын түсінеді. Ол содан кейін домбыраның ішіне қорғасын құйған кезде оның 4 шектен 2 шек қана қалады. Осындай бір аңыз бар. Домбыраны ертеде жырлар, күйлерге, аңыздарды айтуға қолданса, қазір ол композициялық аспап болып есептеледі. Классикалық неше түрлі күйлеріміз бар. Ал енді біздің өзіміздің сыныбымыздың күйшісі Жалғас. Өзің бір қалай ыңғайлы солай. Ал.